Olmasın hükümette депутаттар бүгін сессияға қатысушымызға Қазақстан Республикасының жергілікті мемлекеттік басқару және өзін-өзі басқару заңы туралы ашылып сала отырып аудан мәслихатының кезектен тыс 39 сессиясының жұмысын бастауға шығып Аудан мәслихат сессиясының қатысуға тиісті 13 депутаттың бүгінгі сессияға 12-сі қатысып отыр. Сессияға қатысушы депутаттардың саны сессияны ашуға толық өкілеттік береді. Сессия ашылсын деген депутаттар қол көтеріп дауыс беріңіздер. Түсінікті қарсы қалушы аудан мәслихат кезектен 39 сессиясы ашық деп жарияланды. Құрметті депутаттар, баяндамашыларға және сұрақтарға жауап беру мәслихаттың регламентіне белгіленген тиісті уақыт сақтауы тиіс. Сессияның жұмысын қамтамасыз ету үшін сессияның жұмысшы орындарын сайлап аламыз. Сессияның есеп комиссиясына Нұржан Орынбасарұлы, Мақсат Ерубай. Редакциялық комиссияға кім дейтіміз? Мұхтар Исжан, Ардақ Әмзиев. Редакциялық комиссияға. Осы ұсыныс қабылдансын деген депутаттар қол көтеріп дауыс беріңіздер. Түсініңіздер, қарсы қалыс жоқ. Құрметті депутаттар, бүгінгі сессияның күн тәртібін бекіту бар. Күн тәртібінде жоспарланған бір ғана мәселе бар. Отырар ауданының мәслихаты 20 жылда 24 желтоқсан номер 30/773 жылдарға арналған аудандық бюджет туралы шешімде өзгерістер енгізу туралы мәселені бүгінгі сессияның күн тәртібіне енгізілсін деген депутаттар қол көтеріп дауыс беріңіздер. Түсініңіздер, қарсы қалыс жоқ. Бүгін сессияның күн тәртібі белгіленді. Құрметті депутаттар, сессияның күн тәртібіндегі мәселені қарау жүреміз. Бүгін сессияның күн тәртібіндегі мәселеге баяндама жасау үшін аудандық экономика және қаржы бөлімінің басшысы Асқар Көлбай. бір ай болды, сессия тыңдалды ғой жалпы. Онда сұрақ жауап алу жөнінде сұрақтарыңыз болса қойыңыздар. Сұрақтың қажеті жоқ қой. Қойыңыз. Ардақ Әмзиев. Бұл жерде бірақ мәселе, мен әдейі отқанда темір ауылы жөнінде жылдың басында қойған 10 миллион қалған транспорт темір ауылы жөнінде соңында Жекістаннан өзін қалды тұсына. Ұсыныс болу? Менде ұсыныс. 24 миллионды жылдың басында Жекіқан қойып бастады, 10 миллионды да. 24 миллион дополнительно беріп бастады. Сол темір ауылдың батысқа отыруының өзініңіз Жекіқанға қалдырсаңыз. Жұмыстар тұрғын үй бөліміне ақылы. Сол осы мәселеміз. Бұл жерде не проблема ауылға қойып берген? Ешқандай заңсыз нәрсе жоқ қой. Бұл жерде басында ақшаны соға қойып беріп қойдық. 10 миллион тұрғызды ма, қанша еді? Басында бастапқы сумасына 10 миллион қалған жылдың басында абаттандыру жұмыстары. 10 миллионды Жекіқа қойып бастап, соның қалған 24 миллион транспорт есебінде темір ауылына қойып бастап. Жаңағы сақтарға қалдырсаңыздар, қойылғанда кейінгісінде резервісі біздің аудан бюджет трансферт беріп отыр. Ол местный бюджеттің ақшасы емес, бұл жерде. Кешеде осы ұсынысты айттық та, кешеде осы ұсынысты айттық. Енді ол жұмыс істеліп қойған. Қабылдап та болған шығарсыздар. Жұмыс жүреді. Осы мәселені мен не үшін барлық нәрсені жеткізіп келеді дағы, енді осы темірдің өзіне қойып. 34 миллион ба общий проект? Иә. Общий проект 34 миллион. Ол жерде жаңағы басында берген бізде ауданның бюджетте қойған себебі суммасы аз болды. Объекті бізде біріншіде кішкене болады. Кейін қасындағы магазиндердің бәрін құрылысын бұзып, абаттандыру жұмысы үлкен болды қазір. Өзі асфальттың өзі 1800 квадрат метр болды. Ардақ, онда тұрған не бар? Ауылдың әкімі қойған не? Шарттарды қойған. Мен ұсынысым бұл.
Biz aralashmay qo'yamiz. Zaten үйренеді. Болды, ұсыныс қабылданды. Тағы сұрақтарыңыз бар ма? Баяндамаға сұрақтарыңыз. Талқыланды ғой бәрі. Құрметті депутаттар, онда осы мәселені дауысқа салайық. Осы дауысқа салмай тұрып, мен тағы нем бар. Жаңа біз тұрақты комиссияда айттық қой. Оны күні келесі 13 тамызға біз білім бөлімі бар, басқа мәселелерді кезек сессия қояды. Өйткені ар жағы жырмақ бар. Бұл жоспарда бар. Жоспарда уже екінші рет бар. Дауысқа салмай тұрып, сол бойынша шешім шығарып алды. Өйткені бүгін шығу керек шешім. Өйткені жетісіне уже 10 болады, үлгермейді. 10 күнге шешім шығу керек. Одан кейін дағы неге ресми бізге оған хабарлану керек. Сонда үлгереді. Мұғалым сессияға ешқандай қатысы жоқ қой, сессия өткізіп алайық, мәселелер жиып қойып. Содан емес, ұсыныстардың бәрі қол қойды ғой, қабылданған ұсыныс болды. Шешім шығарып, онына сессияны қоямыз деп алайық. Сессияны оны күн қоямыз ба? Иә, онына қоямыз. Дауыс беріп барлығымыз бір ауыздан шешім қабылдап. Онда қоятын болсақ ше, бүгін уже порталға неге болды. Оның бәрі қазір сессияда әңгімелетеміз. Сессияны бекітіп қойдық. Ол басқа қарсы. Иә, басқа ешқандай мәселе. Онда құрметті депутаттар, осы мәселеде дауыс қоямыз. Шешім қабылдансын деген депутаттар қол көтеріп дауыс беріңіздер. Шешім қабылданды, қарсы қалыс жоқ. Рахмет, құрметті депутаттар, сессияның күн тәртібінде негізгі мәселе қаралып бітті. Сессия өзі туралы қандай ұсыныстарыңыз бар? Күнде сессия 10 жылда да өтпеген. Ұсыныстарыңыз жоқ болса, онда аудан мәселе 39 сессия шарты бәрі